Тікелей эфирде жеті News студияда Айша Жақсыберген. Қайырлы кеш. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Бүгін Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі 2015 жылғы жұмыстарды саралап, халық алдында есеп берді. Бейне конференция барысында азаматтардың өтініштер тыңдалып, сауалдар жауапсыз қалмады. Отбасы алтын діңгек. Облыста республикалық мерейлі отбасы ұлттық конкурсының салтанатты марапаттау рәсімі өтті. Денсаулық басты байлық. Облыста онкологиялық ауруға шалдыққандар саны 5000-ға жетті. Бүгін Ақтөбе қаласында жүргізіліп жатқан рейд барысында 4 лаңкеспен сыбайласы қолға түсті. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде Некрасов көшесіндегі үйді паналағандығы анықталды. Арнайы ұлттық қауіпсіздік комитеті және ішкі істер департаменті пәтерді қоршауға алып, қылмыскерлерді құрықтады. Жедел жүргізілген шара барысында сол аймақтағы тұрғындардың қауіпсіздігі қадағаланып, басқа орынға көшірілген. Құқық қорғау органдары қылмыскерлерді өз еркімен берілуін талап еткен болатын. Алайда оқиға барысында 2 полиция қызметкері жарақат алды. Ақтөбедегі арнайы жүргізілген жедел іздестіру жұмыстары 9 маусымнан 10 маусымға ауған түнде басталған болатын. Тұрғындардың айтуынша атылған қарудың дауысы түнгі сағат 2 шамасында естіліпті. Аймақта қауіпсіздік шаралар жүргізіліп, тұрғындардың басқа орынға көшірген. Лаңкестерге өз еркімен берілуді сұраған, бірақ олар қарсылық танытып оқ жаудырды. Нәтижесінде пәтерде болған 4 лаңкестің көзі жойылып, 2 полиция қызметкері жеңіл жараланды. Бейбіт тұрғындар мен құқық қорғау органдары қызметкерлерінің арасында зардап шеккендер жоқ. Жедел іздестіру жұмыстары қаладағы жағдайды тұрақтандыруды қолға алып, қалған лаңкестерді іздестіру жұмыстары жалғастыруда. Сондай қолға түскен лаңкестердің бірі Дмитрий Таңатаров облыстық ауруханаға жедел жәрдеммен жеткізілгендігі хабарланды. Әзірше өңірде құқықтық жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының Әділет министрі Берік Жұмашев 2015 жылғы жұмыстарды саралап, халық алдында есеп беру кездесуін өткізді. Министрліктің алдағы уақытта жоспарлар толық баяндалды. Астанада өткен бейне конференцияда жергілікті тұрғындармен қатар өзге аймақ азаматтардың өтініш-тілектері тыңдалып, сауалдар жауапсыз қалмады. Әділет министрінің есептік ақпарына сенсек, соңғы жылдары ұлттық заңнаманы қалыптастыру, құқықтық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, атқарушылық іс жүргізуді қамтамасыз ету, сот сараптама жүйесін қалпына келтіру бағытында бірқатар тиімді шараларды қабылдаған. Бір жылдың ішінде заң жобасының 8 түрі әзірленсе, заңдық сараптама бойынша 711 жоба дайындалған. Сондай-ақ еліміз ГАК конференциясының мүшелігіне енді. Бұл азаматтардың құқығын халықаралық деңгейде қорғалуына мүмкіндік береді дейді ведомство басшысы. Көп салалы Әділет министрлігі халыққа 11 000 қызмет түрін көрсетті. Бірқатары жеделдетілді. Әсіресе электрондық жүйедегі қызмет түрі 4 есеге дейін күшейді. Кездесуге келген азаматтардың көбісі атқарушылық іс жүргізуге және құқықтық қызмет көрсетуге қатысты мәселелерге қызығушылығын білдіріп жатты. Әсіресе борышкерлердің алимент төлемдеріне қатысты сұрақтар көп қойылды. Қазір бауыр еті баласынан безгендерге тәртіп қатаң. Жеке сот орындаушылар бұрынғыда 220 күнде емес, 110 күнде жеке бастың меншігіндегі мүлікті анықтайды. Осындай борышы барлар мен көлікке салынған айыппұлды төлейтін терминалдар орнатылса деген ұсыныстарын білдірді. Жиында жеке бастың сұрақтарына қатысты проблемалар да ортаға салынды, ал электрондық сайтқа 40 сұрақ жөнелтіліпті. Жамбыл өңірінде кәсіпкерлерден сұрақ қойылып, оған тиісті заң шеңберінде жауабы алынды. Бұл жерде сұрақ мазмұны жеке кәсіпкер заңды тұлға ашып, ол заңды тұлғаның жаңағы тауарлық белгі ретінде атауын заң шеңберінде тіркеу мәселесі бойынша сұрақ қойылған болатын. Оған қанағаттанарлық сұрақ алынды, жауап берілді. 2 сағаттан аса созылған есептік кездесуде көпшілік азаматтың өтініш-тілектері тыңдалды. Ал олардың оңтайлы шешілуі алдағы уақыттың еншісінде. Жансая Айтбекқызы, Марат Таубаев, 7 News. Мерейлі отбасы ұлттық конкурсы өз мәресіне жетті. Биыл Жамбыл облысынан бұл байқауға қатысуға 178 отбасы ниет білдірген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 отбасыға артық. Бүгін осы әулиеталық өнегелі жанұялардың үздіктері қалалық мәдениет үйінде марапатталып республикалық байқауға жолдама алды.
Дәстүрлі түрде өтетін байқау биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Биылғы байқауда 2 кезеңнен де сүрінбей өткен Құлпамышевтар отбасы болды. Бұл әулеттің барлық мүшелері мал шаруашылығымен айналысады. Биыл отағасы мен отанасының шаңырақ құрғандарына 45 жыл болыпты. Қазір 12 баладан 26 немере сүйіп отыр. Отбасының мерейлі әрі өнегелі болуының сыры еңбек пен тәрбиенің арқасы дейді жеңімпаздар. Мерейлі отбасының қиялығы сыйластық пенен жарастықтың белгісі. Отасқанымызға 45 жыл болған екен, сол жылдары қуанышпенен қиындықтардың бәрін бастан өткердік. Енді соны өткергенде ол үйде де түзде де бір-бірімізге сүйеу, бір-бірімізге демеу болып, біріміз қолдап, сөйтіп те балаларды өсірдік. Марапаттау рәсіміне 5 аудан мен облыс орталығынан 6 жанұя қатысты. Барлығы ел дамуына өзіндік үлес қосып, өнегелі ұрпақ тәрбиелеп отырған жанұялар. Бүгінде олардың басты мақтанышы отбасы мен өсірген ұрпағы. Мына облыстық конкурсты жаңа ұйымдастыру және оның ішінен жеңімпаздарды анықтау бойынша бізде облыстық комиссия құрылған. Облыстық комиссияда мынау біздің зиялы қауым өкілдері, оның ішінде ардагерлер кеңесі бар, мынау үкіметтік емес ұйымдар бар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі бар, және осы мемлекеттік органдардан құрылған. Осы отбасылар комиссия мүшелері облыстық деңгейге өткен 44 отбасыны қарап, соның ішінен жеңімпаздарын анықтады. Екінші кезеңде жүлделі орын алған қатысушыларға әртүрлі дәрежедегі дипломдар мен қаржылай сыйлықтар табысталды. Яғни бас жүлдеге 400 мың, бірінші орын 300 мың, екінші орынға 200 мың, және үшінші орын 150 мың теңге көлеміндегі сертификаттар берілді. Ал үздік атанған екі отбасы жақын арада сайыстың 3-ші кезеңі республикалық байқауға аттанады. Жансұлу Дүйсенәлі, Арман Сабыр, 7-7 Ньюс. Ұстаздық еткен жалықпас. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде болып өткен аймақтық ғылыми практикалық конференция осылай аталды. Келелі жиын ғалым ұстаз Қапаш Тасболатұлының 90 жылдығына арналды. Шара барысында ұстаздың жазған еңбектері мен ұстаздық тәлімі жөнінде естеліктер айтылып, оның ізгі жолы насихатталды. Өмір жолын ұстаздыққа арнаған әдіскер ғалым Ленин орденінің иегері Қапаш Тасболатұлының 90 жылдығын атап өту конференцияның басты мақсаты болып табылады. Кезінде жасаған еңбектері еліміздің түкпір-түкпіріне тарап, бала оқытудың озық үлгісі ретінде мойындалған. Ұзақ жыл бойғы жұмыстарының жеміс ретінде 1968 жылы Мәскеуде өткен бүкіл одақтық мұғалімдер съезіне облысымыздың атынан делегат болып қатысады. Бұл сол тұста мыңдаған мұғалімдердің арманы болған. Ал енді қазіргі уақытта қарасақ, мектепте қазақ әдебиеті қаншалық дәрежеде оқытылып жатыр деген сұрақ көкейге келген кезде, Қапаш Тасболатұлы ағамыздың үлкен әдістемелік негізі сол. Ол тек қана мектепте көркем шығарманы оқытып қана қоймай, оның тіл байлығын, әуезділігін, көркемдігін игерту. Яғни сол арқылы шәкірттердің дүниетанымын кеңейтуді мақсат етеді. Осы уақытта ол кісі үлкен өзінің еңбектерін жасады. Жиынға ғалымның үзеңгілес серіктері, әріптестері, шәкірттері, туыстары және ұрпақтары шақырылыпты. 3 секция бойынша жүргізілген конференцияда Қапаш Тасболатұлы жөнінде қызықты, тәлімді естеліктер айтылды. 50-ден аса баяндама оқылды. Сонымен қатар ғалымның атындағы педагогикалық шеберлік кабинеті ашылды. Осы университеттің қабырғасында әкеміздің атынан үлкен кабинет ашылып отыр екен. Оғанда біз атсалыстық. Ол кісінің ізі осы Тараз жерінде, Жамбыл облысында қалса екен дейміз. Ол кісіден тараған 5 қыз 4 ұлдың үлкені бүгін 70-ге келіп отыр. Мен өзім 65-ге келіп отырмын. Тау алыстаған сайын биіктейді дегендей, әкеміздің үлкен ұстаз екенін енді сезініп жатырмыз. Ол кісімен бір жарты сағат сөйлесең, бүкіл бір оқу орнын тауысқандай болып шығасың. Қандай керемет ол кісінің айтқан ақылдары, айтқан сондай бір ұштастырып бір кәдімгі өмір тәжірибесімен айтқан кезде, сонда жаңағыдай өте ұйып бір жақсы әсер алатынмын. Қапаш Тасболатұлы өмірлік жолын ұстаздықтан бастап, ұстаздықпен аяқтаған бірегей жан. Білім жолындағы алғашқы қадамын ауыл мектебінен бастап, университетте жалғастырады. Ұлы мұратты ұстаздық жүрегі әр уақытта баланы оқыту мен тәрбиелеуге арналыпты. Атақ абыройы соншалықты биік болса да, өзімшілдікті білмейтін кеудесі қазынаға толы ұстаз есімі ұмытылмақ емес. Рахат Күзберген, Ермек Кеншімбек, 7-7 Ньюс.
Елімізде кәсіби техникалық мамандарды даярлау елбасы жүктеген міндеттердің бірі. Осы орайда жол картасы 2020 бағдарламасы аясында дуальды оқыту жүйесі тұрақты жүзеге асып келеді. Мәселен, темір жол саласындағы колледж және жоғары оқу орындары студенттер жылда аталған бағдарламамен жұмысқа орналасады. Осыған байланысты Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы Жамбыл облыстық филиалында бастауыш партия мүшелерімен өткен жиында бірқатар жас мамандардың еңбектерін еленіп, алғыс хаттар табысталды. Рузана Азимова 9-шы сыныптан соң Тараз темір жол колледжіне станция кезекшісі факультетіне оқуға түскен. 3 жылдық білім ордасын тәмамдап, дуальды білім беру бойынша Қырғызстан Республикасы Маймақ станциясында 1,5 жылдан аса жүк қабылдап тапсырушы қызметін, кейін аса станциясының кезекші жанындағы оператор міндетін атқарған. Бүгін қызметі жоғарылатылып, еңбегі еленген. 20 жасар жас маман қуанышымен бөлісті. Бүгін осындай қуанышты хабар естіп, толқып тұрмын. Сол үшін темір жол басшысына үлкен алғысымды білдіремін. Үстіп жастарға әрдайым қол ұшын беріп, қолдап жүргеніне үлкен рахмет. Бізге жастар үшін бұл өте маңызды. Бүгінде бөлімшедегі 1764 қызметкердің дені 30 жасқа дейінгі жас мамандар. Оларға жұмыстан тыс кәсіби біліктіліктерін арттыру мақсатында жыл сайын инновациялық білім, менеджмент, бизнес тақырыптарында семинар тренингтер өткізіледі. Ардагер мамандар кәсіптік салада жан-жақты білімді, білікті, бәсекеге қабілетті маман даярлап шығару бізге парыз дейді. Был проведен отбор студентов. Номері 13-ші Тараз темір жол колледжінің студенттері арасында іріктеу өтіп, Қазақстан темір жол ұлттық компаниясы тағайындаған мемлекеттік квота негізінде Астана қаласына оқуға жіберуге шешім қабылданған болатын. Жалпы дуальды оқыту бағдарламасымен келген 23 түлектің барлығы темір жол бөлімшесінде жұмыспен қамтылған. Олар транспорт, жүк тасымалдаушы, телемеханика және темір жол құрылысы және өзге де бағыттар бойынша жұмысқа орналастырылды. Ақбота Қайнар, Ермек Кемшенбет, 77 News. Өңірімізде онкологиялық ауру өршіп тұр. Жылына облыстық онкологиялық диспансерде қатерлі шалдыққан 5000-нан астам науқас емделуден өтсе, көпшілігі көз жұмуда. Қатерлі ісік обыр адамның басынан бақайшығына дейін кездеседі екен. Барлығы 30 хирург дәрігер өлім мен өмір арпалысқан жандарға күніне ондаған күрделі ота жасайды. Шипасы сырқат белгілі бір уақытта қан және лимфа тамырлары арқылы ағзаның мүшелеріне тарайды. Қатерлі ісіктің қасіреттерімен тілшімізде танысты. Медицина саласы жыл санап қарыштап дамып келеді. Заманауи аппараттар шығып, техниканың арқасында мамандар мыңдаған адамның өміріне араша болуда. Бұрын емдеуге келмейтін ауруларды қазір арнайы құрылғылар арқылы ота жасауға қолжетімді болды дейді дәрігерлер. Мәселен, рентгеноскопия аппараты арқылы елімізде Жамбылды қосқанда 6 ғана облыста рентген хирургиялық операция жасауға мүмкіндік бар. Бүгіннің өзінде аппарат көмегімен бүйрек, бауыр, жатыр мойнының ісінуіне шалдыққан 60-қа жуық науқасқа операция жасалынды. Шап арқылы кіріп, жаңағы қан тамыр тікелей бауырдағы ісіктің, жаңағы бауырдағы ісікті қанмен қамтамасыз етіп тұрған тамырды жабамыз. Сонда бауырдағы ісікке қан бармайды да, қоректенуі төмендеп, бауырдағы ісік кішірейіп, науқасқа ем болады. Рентгеноскопия аппаратында жасалған отаның арқасында тірі қалған науқастың бірі Мархабат Орманбеков. Оған былтыр бауыр қатерлі ісігі диагнозын қойған ақхалаттылар Мойынқұмнан Таразға емге жіберген. Қазір оның жағдайы бір қалыпты. Бұрынғыдай аяқ қолының ісінуі жоқ. Бәрі жақсы. Бұлай аяғым ісіп, атқадан істемей, екі пұқты өтіліп көгім. Қазір міне 6-7 ай болды. Тамақта ішіп жатырмын. Екінші операциясын алдым, үшінші операцияға келгем. Қазір жағдайым жақсы, тамақта ішіп жатырмын. Ішкерім ауырмайды. Ал Қордай ауданының тұрғыны Құрман Атанбаев асқазанның қатерлі ісігі диагнозымен диспансерде қыстан бері жатыр. Бұрын соңды өздігінен тамақтан алмайтын ол 4 айда 4 рет химиялық ем қабылдап, қазірде жағдайының жақсарғанын айтады. Бұрынғыдан көрі өзімді жақсыз. Енді бұрын, мысалы, тамақ жемайтын болсам, кәрі тамақ жемін. Құдайға мыңда бір шүкірлік деп айтуға да болады. Қатерлі ісікпен ауырған науқастар бірнеше сағаттық күрделі операциядан кейін мына реанимация бөліміне ауыстырылады. Мұнда науқас диагнозы және отаның көлеміне қарай, егер науқастың жағдайы жақсарса, онда хирургия бөліміне бірнеше күннен кейін ауыстырылатын болады. Кейін науқас химиялық және сәулелік ем қабылдауға дайындалады. Сонда да сырқаттың толық 100% емі жоқ. Медицина мамандары қабылданатын ем түрлері науқастың тек 5 жылға дейін өмірін ұзартуға себепші болатынын айтады.
Химиялық емнің пайдасы ары қарай науқастарды өмірін ұзартуға, ісікті тоқтатуға, ісіктің жағдайды алғашқы науқастарға біз химиотерапиялық ем жүргіземіз. Олар ісікті ары қарай кішірейтіп, оталық емге дайындаймыз. Статистикаға сүйенсек, Жамбыл облыстық диспансерде 2014 жылы емделген жалпы науқастардың саны 5018 болса, өткен жылы емделушілер саны әжептеуір артқан, яғни 5859 адам. Ал 2016 жылы соңғы 5 айда 2241 науқас ем қабылдапты. Оның 270-не ота жасалынып, 1469-ы химиялық емделуден өткен. 328 науқас сәулелік, ал 24-не химия сәуле отасын қатар жасаған. Бізде симптоматикалық ем қабылдайды, одан кейін біз оларды өз мекен жайында өздерінің онкологтары мен терапевттеріне жібереміз. Олар ол жақта ауруға қарсы ем қабылдайды және олардың бақылауында болады. Ақ халаттылар қатерлі ісікті кешенді түрде емдеуге шақырады және жылына бір рет скринингтік тексеруден өтіп тұрған жөн дейді. Себебі кез келген дәрежедегі сырқаттың алдын алуға болады. Ең бастысы дер кезінде дәрігерлерге қаралса болғаны. Ақбота Қайнар, Арман Сабыр, 7-7 Ньюс. Бүгін Жамбыл облыстық қан орталығында медицина қызметкерлерінің күні қарсаңында ардагерлер мен жас мамандар арасында кездесу өтті. Сондай-ақ мұнда осы жылы медициналық жоғары оқу орнын тәмамдаған түлектер де бой көрсетті. Іс-шара барысында денсаулық сақтау саласында 50 жыл еңбек еткен қызметкерлер өз тәжірибелерімен бөлісті. Конференция дәрігерлер жайлы түсірілген бейнетаспаны тамашалаумен басталды. Мемлекеттік 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы аясында салынған орталықтың жаңа құралдары да таныстырылды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Марат Жұманқұловтың сөзіне сенсек, медицина саласында бар жағдай жасалған. Тек жастардан талап етілетіні білім мен кәсібилік. Бүгін қазіргі жұмыс істеп жатқан жас мамандарменен осыдан 50 жыл, 40 жыл бұрын істеген біздің медицина саласындағы ардагерлер кездесіп отыр. Ол ардагерлер өзінің қысқаша өмірбаянын, өзінің қысқаша осы салада қандай жұмыстарын атқарғандарын, ол кезде қандай қиындық туғандарын, ол кезде қандай міндеттер қойылғандарын айтып бөлісті. 50 жылда ел жаңа, ауруханалардың бүгінгі болмысына, су жаңа технологияларға, жарты ғасыр бойы осы саланың қыр-сырын меңгерген мамандар дән риза. Еңбек жолын 3-4 бөлмелі орталықта бастаған ақ халаттылар қиыншылыққа қарамастан ота жасауда көптеген жетістікке жеткендерін айтты. Адам жанына араша болу үшін үлкен жүрек керек дейді ардагерлер. Конференцияға қатысқаныма өте қуаныштымын. Себебі бұл жерде менің өзімнің ұстаздарым отыр, сонымен қатар өзіммен бірге болған әріптестерім отыр, және осы жердегі жас мамандар. Аурулардың алғысын алу үшін өте өздеріңді жақсы ұстай білетін, халықпен сөйлесе алатын, солардың тілін таба алатын, және де білімді дәрігер болуларың керек. Сендерге сәт сапар тілеймін. Кездесу соңында медицина саласының майталмандары жастарға сәттілік тілеп, еңбектің наны әрдайым жемісті болатынын естеріне салды. Дина Али, Ермек Келшімбек, 7-7 Ньюс. Алда спорт жаңалықтары. Бүгін Тараз Арена спорт сарайында Жамбыл облысы ішкі істер департамент қызметкерлері волейболдан және кіші футболдан сынға түсуде. Сайыс алаңында 26 команда өзара кіл мықтыны анықтау үшін барын салып бақтарын сынап жатыр. Ақталған жарыс еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл және Қазақстан полициясы күніне орай ұйымдастырылып отыр. 23 маусым еліміздегі құқық қорғау қызметкерлерінің төл мейрамы. Мереке қарсаңында салауатты өмір салтын ұстанып, жарыс алаңына шыққан шенділер спорттық шеберліктерін шыңдауға кіріскен. Команда құрамында Жамбыл облысы ішкі істер департаментінің басшысынан бастап, қала мен 10 ауданның ішкі істер бөлімінің қызметкерлері өз өнерлерін ортаға салуда. Бұл жарыстың өткізу басты мақсаты ішкі істер органдары қызметкерлерін спортпен жүйелі түрде айналысуға тарту және облыс ішкі істер департамент бөліністерде жаппай спорттық жұмысты дамыту, жақсарту, ішкі істер органдар қызметкерлерінің спорттық дене шынықтыру және жауынгерлік шеберлік деңгейін арттыру. Жарыс айналмалы жүйе бойынша өтуде. Волейболдан 12 команда, ал шағын футболдан 14. Барлығы түрлі құрылымдардан құралған 26 құрама тартысты ойын өрнегін көрсетуде. Ережеге сәйкес ойын тәртібін бұзып, балағат сөйлеп, лайықсыз дөрекі мінез танытқан спортшылар жарыстан аластатылып жатты.
өзім футбол Тараз ішкі істер басқармасының құрама командасында. Бұл спорт біздің денсаулығымызды күшейтуге өте пайдасы мол. Бүгінгі жарыста бар командаға жеңіс тілеймін, сәттілік тілеймін. Бүгін басталған бәсеке әлі 18 маусымға дейін жалғасады. Қорытындысында үздік шыққан құрама командалар полиция күні қарсаңында марапатталып, кубок, медаль және бағалы сыйлықтарға ие болмақ. Берік Жұмабайлы, Серік Тәжібаев, Jet News. Бүгінге айтарымыз осы, амандықта жүздескенше. Ал қазір ертеңге арналған ауа райы мәліметі.